Еліңнің басын қосып тойлағаның, Құдайға қабыл болған ойлағаның, той жасау жаға жеңнің бүтіндігі елеусіз күйде қалып қоймағаның деп, мынау енді елеусіз күйде қалып қоймасын деп, Батыс Қазақстан облысының Орал қаласының Ақжайық ауданының Жаңабұлаққа тиесілі елді мекенінің кіндік қаны тамып, туып өскен жердің азаматтары міне бүгін тағдырдың тәлкегімен дейме, әлде бір өзі солай реті келіп жан төзіміз Батыс Қазақстан облысынан 2000 шақырымдай жерде орналасқан ел ордамыз Астана қаласында тұрып жатырмыз. Осылай келіп қалдық. Енді осы жақтағы сол тұрғындар міне бүгін басымызды қосып бір ретін келтіріп, Алла қалап осының сәті түсіп, бүгін осындай Астана қаласынан 22 шақырым жерде орналасқан Қоянды елді мекенінен 5 шақырым жердегі орман деген демалыс орнынан төрінен табылдық. 5-ші беседкада осындай әдемі қарағайлы орманда Жаңабұлақ ауылының тұрғындары міне бас қосып жатырмыз. Арамызда менен өзім жаңа айтып кеткендей 90% 30 жылдан бері көріспеген адамдар да бар екен. Сағынышымызда 8 жыл кішкентайлар өсіп, үлкендер сәл кәртейіп, сондай болып кездесіп жатыр. Өте қуаныштымын. Қуанышымда шек жоқ. Ертең осының бәрі группаларға салынады. Ауылға жалынды сәлем, көріп жатсаңыздар сіздерге де Астанадан. Енді қалай толқулар болып жатыр, әрине. Өкпе назсыз өмірді сүрейікші, бұл өмірдің қадірін білейікші, өлгеннен соң жатамыз бөлек-бөлек, ал тіріде бөлінбей жүрейікші демекші. Мынау енді тіріде осылай бөлінбей жүріп, бас қосып, көңілді отырыстар көп болсын, осының бастамасы болсын деп, осының көшін сәл ілгері қылайық деген ниетпенен біреуден үлкен, біреуден кіші болсақ та біздерде үйлуге таяп қалған жігіт ағасына кеп қалғасын. Барымызша ат салыстық. Осы жерде Райгүл деген көршімде баршамызда бірдей ат салысып, тырысып, бүгінгі міне отырыстың ретін шығардық, келтірдік. Өте жақсы болып жатыр. Бастама мынау қазіргі біздің таңертеңгі шайымыз, енді түс мезгілі болса да, солай деп айтамыз. Бар ерте келгеніміз, әлі қуырдақ та, бәрі де болады. Бір қойдың ретін шығарып сойып жеткіздік, әйтеуір. Гүл өмірдің жазирасы байтағы, жеңімпаздар гүл көтеріп қайтады. Адам-қадам ең әдемі тілегі, қадамыңа гүл бітсін деп айтады демекші. Мынау бүгін Жаңабұлақ тұрғындарының осы бір кездесуге, осы бір сағынышқа жасаған алғашқы қадамдарыңызға гүл бітсін, Алла сауабынан жазсын. Еліміз, тыныш, жұртымыз аман болсын. Әрдайымда тек осылай кездесіп бас қоса беруге, ат салысуға, айғайлап шулап алға деп жүгіріп тұрайық. Аман болыңыздар. Жаңабұлаққа сәлем.